Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгін біз ұбт-да оқу сауаттылығынан ең жиі кездесетін тапсырмалардың бірі мәтіннен негізгі ойды анықтау жолын үйренеміз. Бұл дағдыны меңгерсеңдер, бір мәтіннен кем дегенде 2-3 сұрақты қиналмай орындауға болады. Алдымен негізгі ой деген не екенін анықтап алайық. Негізгі ой автордың мәтін арқылы айтқысы келген басты пікірі. Ол мәтіннің тақырыбы емес, бір ғана дерек немесе мысал емес, барлық сөйлемді біріктіріп тұрған ой болып табылады. ұбт-да қате жауаптардың көбі тақырыпты негізгі оймен шатастырудан шығады. Негізгі ойды табудың 3 қадамы бар. Бірінші қадам мәтінді толық оқып шығу. Екінші қадам автор не айтқысы келді деген сұрақ қою. Үшінші қадам барлық сөйлемге ортақ ойды таңдау. Есіңде болсын, негізгі ой көбіне соңғы сөйлемде немесе қорытынды бөлікте беріледі. Енді қысқа мәтінді бірге оқып көрейік. Қазіргі таңда жастардың кітап оқуға деген қызығушылығы төмендеп барады. Оның басты себептерінің бірі әлеуметтік желілер мен қысқа видеолардың көптігі. Алайда, кітап оқу адамның ойлау қабілетін дамытып, сөздік қорын байытады. Сондықтан жастарды кітап оқуға баулу қоғам үшін маңызды міндет. Бұл мәтіннің тақырыбы жастар және кітап оқу. Ал негізгі ой жастарды кітап оқуға баулудың маңыздылығы. Неге? Себебі мәтінде мәселе айтылады, себеп көрсетіледі және соңында қорытынды жасалады. Сондықтан дұрыс жауап кітап оқудың қоғам үшін маңызды екені. ұбт-да негізгі ойды таңдағанда бір сөйлемді ғана алма. Өз ойыңды қоспа, тек мәтінге сүйен. Егер жауап барлық сөйлемге сай келсе, ол дұрыс жауап. Сонымен, негізгі ойды табу үшін бірінші мәтінді мұқият оқы. Екінші, автордың мақсатын анықта. Үшінші, барлық біріктіретін ойды таңда. Олай болса, құрметті оқушы, тақырыпты қаншалықты түсінгеніңді көрсету үшін төмендегі 10 тест тапсырмасын орында.